Армысыздар, құрметті тыңдаушылар, ақыл кеңесті көрушілер. Бүгін біздің сіздермен қарастыратын тақырыбымыз ол балалардың сөйлеу тілінің дамуына қатысты мәселе болып табылады. Жалпы алғанда, балалардың сөйлеу тілінің дамуы бүгінгі таңдағы өте өзекті әрі күрделі мәселелердің бірі. Олай дейтініміз, қазіргі таңдағы статистикалық деректерге сүйенсек, елімізде сөйлеу тілінің бұзылысы бар балалар жиі кездеседі, және сөйлеу тілінің бұзылыстары әр түрлі, әр деңгейлі, әр дәрежелі болып келеді. Осыған орай, бүгінгі дәріс баянының барысында сіздермен сөйлеу тілінің даму мәселесі туралы сөз қозғаймыз. Ғылыми әдебиеттерді қарайтын болсақ та, күнделікті жаңағы тәжірибемізде кездесетін балаларды алатын болсақ та, олардың сөйлеу тілін зерттеу барысында, тексеру барысында, сөйлеу тілін дамыту барысында біз көптеген мәселелерге ұшыраймыз. Оның бірі балалардың сөйлеу тілі бойынша анамнез жинау. Анамнез жинау барысында балалардың сөйлеу тілін бағалауды біз екі кезең бойынша қарастырамыз. Бірінші кезең ол балалардың сөйлеу тілінің дамуына дейін кезең, екінші кезең балалардың сөйлеу тілінің даму кезеңі. Балалардың сөйлеу тілінің дамуына дейін кезең туғаннан бастап 1 жасқа дейін аралықты қамтыса, ал балалардың сөйлеу тілінің даму кезеңі ол 1 жастан ары қарайғы кезеңді қамтиды. Осыған орай ғалымдардың зерттеулеріне сүйене отырып, балалардың сөйлеу тілінің дамуы ол айғайдан басталады деп тұжырымдауымызға болады. Яғни бала дүниеге келген кезде, шыр етіп дүниеге келген кезде, ең бірінші айғайлап жылайды бала. Одан кейінгі аралықта балада жаңағы жандану комплексі жүреді. Жандану комплексі барысында балада жаңағы психикалық дамуы жалпы, одан кейін физикалық дамуы қарқынды түрде 1 жасқа дейін жүзеге асатыны барлығымызға мәлім. Осы аралықта баланың сөйлеу тіліне дейінгі кезеңі жүзеге асады. Яғни сөйлеу тіліне кейінгі кезең жүзеге асу барысында сөйлеу тіліне алғышарт жасалынады. Сөйлеу тіліне дейінгі кезеңде жаңа айғайдан басталады дедік. Одан кейінгі аралықта өлдеу 2 ай көлемінде, 2 айдан асқаннан кейін 6 айға дейінгі аралықта гуілдеу, 6 айдан ары қарай былдыр, одан кейін 1 жасқа таман былдыр сөздер балаларда болуы керек. Бұл қалыпты жағдайда. Ал егерде баланың сөйлеу тіліне дейінгі кезеңде тежелуі байқалған жағдайда, балаларда көбінесе өлдеу, гуілдеу болуы мүмкін 6 ай көлемінде, немесе жаңағы былдырдың өзі белсенді түрде болмауы мүмкін. Яғни жар түрде болады. Бала белсенді түрде жаңағы былдырды қолданбайды. Сол себептен осы сөйлеу тіліне дейінгі кезеңді әрбір ата-ананың білуі парыз деп ойлаймын. Осының нәтижесінде барып баланың сөйлеу тілі 1 жаста кешігіп жатыр ма, 1 жастан кейінгі кезеңде, одан кейін 3 жасқа таман баланың сөйлеу тілі қалыпты ма, қалыпты емес па, жаңағы соны байқауға болады. 1 жастан 3 жасқа дейінгі аралықта баланың сөйлеу тілі қарқынды түрде дамиды. Яғни баланың сөздік қоры дамиды, дыбыс айту жағы қалыптаса бастайды. Одан бөлек грамматикалық қатары дамиды сөйлеу тілінің. Бала сөйлемдерді қолдану арқылы сөйлей бастайды, қысқа шағын ертегілерді айта бастайды, тақпақтарды жаттай бастайды. Бұның барлығы қалыпты жағдайда. Яғни осыған орай 3 жаста бала толыққанды сөйлеммен сөйлей білу керек, нұсқауларды түсіне білу керек. Бұның барлығы баланың сөйлеу тілі дамуының қалыпты екендігін білдіреді. Сол себептен жоғарыда біз балалардың сөйлеу тіліне дейінгі кезең, сөйлеу тілінің дамуына дейінгі кезең және сөйлеу тілі кезеңі деп 2-ге бөліп қарастырдық. Бұның маңызы өте зор. Себебі бала сөйлеу тілінің дамуына дейін кезеңде балада тежелу болса, ол тежелу сөйлеу тілі кезеңде де жалғасатыны сөзсіз. Сол себептен ата-аналар баланың сөйлеу тіліне дейін кезеңде, яғни туғаннан бастап 1 жасқа дейінгі аралықта балада өлдеудің, былдырдың,
былдыр сөздердің пайда болуына жаңағы әрекет ету керек. Егер де балада өз бетінше пайда болмаса, оған стимуляция жасау керек. Яғни баламен сөйлесу керек. Баламен жаңағы эмоционалды қарым-қатынасқа түсу керек 6 айдан бастап мысалы. Яғни ку-ку деген ойындар бар мысалы. Өзі халықтың арасында ойнайды күнделікті ку-ку. Оның өзі жаңағы балада эмоционалдық реакцияны туындатады. Яғни бала ойын ойнау барысында 6 айдан бастап мысалы күледі, одан кейін таңғалады. Яғни осы 1 жасқа дейін кезеңде ата-аналар жаңа дауыстарын өзгертіп, баламен сөйлесу керек әртүрлі интонацияда. Яғни баланың назарын өздеріне аудару керек. Сол себептен жаңағы сөйлеу тілінің дамуына дейінгі кезеңнің маңызы өте зор болып табылады. Егер балада сөйлеу тілінің дамуына дейінгі кезең жақсы, қолайлы жағдайда өтсе, онда сөйлеу тілі кезеңінде өз кезегінде ретімен, кезең-кезеңімен балада өз бетінше дамиды. Сол себептен осы қысқаша дәріс барысында сіздерге осындай мағлұматтарды беруді жөн көріп отырмыз. Алдағы уақытта баланың 1 жасқа дейінгі кезеңдегі дамуы, яғни сөйлеу тілінің алғы шарттарының дамуы, одан кейін 1 жастан 3 жасқа дейінгі кезеңдегі баланың сөйлеу тілі дамуын жас бойынша, яғни әр 3 ай сайынғы жас бойынша бөліп қарастыратын боламыз. Лекциямызды үнемі осы YouTube арнасынан, одан кейін Instagram желісінен көрулеріңізге болады. Апта сайынғы болатын біздің осы ақыл кеңесімізге қатысуларыңызға болады. Бұдан бөлек Оралхан Бөкей атындағы орталықтандырылған кітапханада мен айына 2 рет жұма күндері тегін ата-аналарға кеңес беремін. Кеңес барысында ата-аналардың шағымдары бойынша балаларының сөйлеу тілі тексеріледі. Сөйлеу тілімен қоса жалпы дамуы тексеріледі. Одан кейін жалпы дамуы мен сөйлеу тілінің ара қатынасы анықталып, балада біріншілік не? Жалпы дамудағы тежелу ма? Әлде сөйлеу тіліндегі тежелу ме? Соны анықтап, сол бойынша жаңағы консультациялар беріледі. Ата-аналарға үй жағдайында жұмыс істеу нұсқаулығы беріледі. Және ары қарай қандай мекемелерге осы жаңағы мәселені шешу бойынша хабарласу және қандай маршрут бойынша баланы дамыту жөнінде ақыл кеңестер беріледі. Алдағы уақытта әлеуметтік қызметкерлер мен еріктілер ассоциациясы және Оралхан Бөкей атындағы орталық кітапхананың ұйымдастыруымен біздің онлайн дәрістер топтамасы ұсынылатын болады. Сол себептен қапы қалмай, уақытында тыңдап, әлеуметтік желілерден осы мағлұматтармен танысуларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.